Бүйткен киноларын құрсын. Бәріңізге белгілі Қайрат Нұртастың әйелі Жан-жары Жұлдыз Әбдукаримова анайы көрініске түсіп жұрттың наразылығына ұшыраған жайы бар. Жұлдыз бөтен еркектердің арасында өзін өте еркін ұстап түскен. Жалпы көркем туындыда әдепсіз қылықтар, еркек пен әйелдің арасындағы қарым-қатынас өте көп және ашық бейнеленген. Бұндай көріністі көргеннен кейін кез келген қазақы отбасы жағаларын ұстап, бұндай масқараға қарап тұра алмас. Дегенмен Қайрат Нұртас пен мамасы Гүлзира Айдарбекова бұл кино туралы естімеген сияқты. Әйтпесе олардың бұндай сорақылыққа үндемей жауап қайтармағандары көптеген сұрақты туғызады. Жұлдыз Әбдукаримова бұл киноны өз отбасымен көре ала ма екен? Кинода жасаған тірліктерінен абыройы айрандай түгіліп, 4 баласының алдында отыра алмайтын дәрежеге жетсе ғажап емес. Фильмді көрген әр адамға негативті әсер қалдырып, қазақ халқының не болып бара жатқаны туралы ой салдырады. Фильм демекші, бұл қандай фильм дейсіз ғой? Бұл жақында ғана шыққан «Робот әйел» деген көркем туынды. «Робот әйел» комедиялық фильмінің басты кейіпкері әлемдік деңгейдегі серпіліс жасай білген қазақстандық робот маманы Әлімжан. Енді Әлімжан роботты ағасы Қошқарбайға әкеледі. Өйткені әйелі оны тастап кеткен. Қошқарбай ауылының тұрғыны жиенінің таңғажайып өнер табыстарын қалай қабылдайды? Өйткені робот сыртқы жағынан әйел, оның үстіне өте әдемі. Фильмде белгілі актерлар Шәкіржанов Қуандық пен Абунасыр Серіков ойнаған. Бұл екі актерді баяғыдан бері Бауыржан шоу театры байланыстырып келе жатыр. Бірақ екеуінің де қылықтарына қарасан, бейәдеп және де салмақсыз. Абунасыр Серіков еркекке жарасымсыз қисалаңдап аузына келгенін сөйлеп жүреді. Ал Қуандық Шәкіржанов болса, білесіздер, Баян Алагөзова екеуі бүткіл халықтың алдында ұялмай бір-бірімен сілеге алмасқан. Бұл екеуі халық аузындағы келіндерді бұзуға кіріскен секілді. Онсыз да иманмен аты шықпаған Баянды халық алдында ибасыз қылғанын аз көріп, енді халық еркесі Қайроштың әйеліне кірісті. Алдында Жұлдыз бейне роликтерде және телебағдарламалардан көрінген болатын. Бірақ бұл жолы оның түскен рөлі шектен шығып, әдептіліктің қағидаларын бұзды. «Робот әйел» киносында Абунасыр мен Қуандық Жұлдыз келінді ары ұстап, бері ұстап ыңғайсыз жағдайлар туғызды. Сол сахнаға түскенде ұяттары қалай шыдады десеңізші. Ел ағасы деп жүрген көкелер осындай әрекеттерге жол берсе, олардан сабақ алатын өскелең ұрпақ не істейді? Түсірілім алаңынан Жұлдыз Әбдукаримова әріптесі Қуандық Шәкіржановпен бірге түскен видеоны әлеуметтік желіге жариялады. Ол видеода Жұлдыз бен Қуандық бір-біріне қызық көңілдестік сипаттағы іс-қимылдар жасайды. Ал сіз киноны көрген болсаңыз, ол туралы ойыңызбен бөлісіңіз, комментарияға жазыңыз.